қолбасшы күнделігі. Елу бір. Нағыз жауынгерлерді тәрбиелеуде дәстүр мен тәртіптің алатын орны зор. Дәстүр әскердің өткен тарихы, айбынды істері туралы деректер ауызша аңыз әңгіме түрінде айтылатын. Бүгінде белгілі бір бөлімде қолданылатын аңыздар. Дәстүрді сақтау арқылы нығайтып отыру және дамыту. Қолбасшының жауынгерлік тудың қан төгіп өмірін қиып, құлатпай жоғары қадап қаза болған қарулас жолдастардың рухы алдындағы қасиетті міндеті мен парызы. Елу екі. Әскери айбындылық еш нәрсемен де есептеспей, жан аямай, батылдықпен жеңіл шығу. Әскери айбындылық тәртіп пен ерліктен, епілік пен денсаулықтан, күш-қуат пен сергектіктен тұрады. Елу үш. Қолбасшылар адам өмірі мен материалдық құралдарды аман сақтап қалуға ұмтылуы тиіс. Яғни, жауынгерлік міндеттерді орындаған кезде моральдық, материалдық және ұрыса білу, жауынгерлік қабілетті сақтап, адам күші мен материалдық құралдардың шығындары неғұрлым аз болуына ықпал етіп, әскери мақсаттарға қол жеткізуге тиіс. Елу үш. Тәртіп қарамағындағылардың барлық күш-қуатын ортақ парыз негізінде біріктіру. Сарбаздың бойында жауынгерлік міндет сезімін тәрбиелеу. Қызметтік міндеттерді өте жақсы орындап, көзге түсем деген ынталылық, ішкі жинақтылық белгісі болып табылатын. Жағдайлылық, сергектілік, күш-қуатының артуы мен уақтылық, ар-намысты, абыройды жоғары ұстаудың белгісі болып табылатын. Тәртіптілік, ілтипаттылық белгісі болып табылатын. Қызбалық, батылдықтың белгісі болып табылатын. Албырттық, ерлік, жігер мен табандылықтың белгісі болып табылатын. Қайсарлық, сүйіспеншілік пен абыройлылықтың белгісі болып табылатын. Намысқорлық, үздік шығуға ұмтылушылық қасиеттерді одан әрі дәріптеу жолымен қалыптастырылады. Елу бес. Қолбасшы өзі ұрысқа жетелейтін сарбаздармен өзара тығыз қарым-қатынаста болады. Солардың арқасында ұрыста жеңіске қол жеткізеді. Сондықтан да ол оларға ең алдымен өзінің жауынгер жолдастарына қарағандай қарау керек. Оларға жаны жайсаң, ерік-жігері мықты, жүрегі таза басшы жауынгер серігі болған абзал. Бауыржан Момышұлы, қолбасшы күнделігі.